Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Корей тағамдарының бірі корндокты бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Осы рецептпен жасағаннан кейін көшеден сатып алмайсыздар. Балаларымызға міндетті түрде жасап қуантыңыздар. Өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге сосискалар керек. Осындай кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Барлығын осылай видеодағыдай теңдей етіп бөліп аламыз. Ұзынша қылып жасасаңыздар да болады, бірақ маған осылай жасаған ыңғайлы. Мінекей біздің барлығын осылай жақсылап кесіп алдық. Енді осы бөліктерді шпажкаға қыстырып шығатын боламыз. Шпажканы алдын ала ыстық суға салып алыңыздар, кішкене иісі кететін болады. Барлығын мінекей осылай шпажкаға қыстырып аламыз. Құрамын описанияға жазып қалдыратын боламын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей біздің сосискаларымыз дайын. Енді массамызды дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Үстіне сүтімізді құямыз. Содан соң дәміне қарай тұзымызды және әдемі түс беру үшін қызыл паприкамызды қосамыз. Қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнымызды илеуіштен өткізіп алып, шетінен қоса отырып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Асықпай шетінен қоса отырып араластырамыз. Біздің массамыз сұйық, әдемі болуы қажет. Арасында ешқандай іртік қалмауы керек. Мінекей достар, біздің массамыз қоймалжың дайын болды. Енді осындай ыдысқа құйып алыңыздар. Стаканға немесе шұңғылдау ыдысқа құйып аламыз. Сөйтіп дайын болған сосискаларымызды батырып алып, қызып тұрған майда осылай видеодағыдай қуырып аламыз. Біздің сосискаларымыздың барлығы майда батып тұруы қажет. Сонда қызарып, әдемі болып пісетін болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Батып тұрса болғаны осылай 2-2-ден, 3-ден, 4-ден салып тез-тез қуырып аламыз. Майымыз қатты қызса, әдемі болып қызарып тез-тез піседі. Мінекей басында 2-ден, содан кейін осылай пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің корндоктарымыз дайын, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Қазақша контентті қолдап, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.